Болыс сәл безірейіп тұрды да, жоқ деп басын қатты шайқағанда сақалы селтең ете қалды. Бұл жыннан жаралған жүйріктің даңқы жердің түбінен де жетеді. Мұны тірідей жасырып болмайды, тек көзін жойып жіберу ғана жалғыз жол. Әй, не қып тұрсыңдар? Ербиіп албасқа ұқсап бар, Мақашқа көмектес, жылдам жайдаңдар. Болыстың шабармандары зыдай жөнелді. Рысқұлдың атына ыршып мінгеннен сескенген болыс: «Әй, әзір болыңдар!» деп айқайлады. Рысқұл шолақты тебініп қалып, шырғанақ арасындағы алаңқайға атырылып жетіп, қызыл жебені сауырынан қамшымен тартып жіберіп еді, жануар ышқынып аспанға бір-ақ шапшыды. Бірақ Мақаштың қолындағы қыл шылбыр кеңірдегін қырылдатып қысты да, жерде гүрс етіп қайта түсті. Рысқұл шылбырға жармаса бергенде, оң иығы опырылып түскендей тұла бойы болбырап, әл дәрмені кетіп, ат үстінен аунап, құлап бара жатты. Боржық Таубай анадай жерде жатқан бақанмен бастан көздеп ұрғаны иығына тиіп мертікті. Талай сойқан соғыстарда 5-6 адамның сілтеген сойылдарын бойына дарытпай сап-сау шығатын Рысқұл қапыда құлады. «Байлап тастаңдар иттің баласын», деді асығып жеткен болыс шабармандарына. Қазақта не көп, арқан көп. Әп сәтте Рысқұлдың аяқ қолы сіресіп, қыл арқанмен байланды да қалды. Бақан тиген иығы астында қалған екен. Қақсап қоя берді. Шекесіне шықанақтың сояудай тікені қадалып, сүйегін тесіп миына сұғылардай бірте-бірте сүңгіп бара жатты. Обадай дәу Мақаш байлаулы жатқан адамды ақиланып тұрып теуіктеп қалды. Болыс жекіріп: «Тиме, жетті енді», деді. «Бұл ит осы күйінде түрмеден бір-ақ шығады, Құдай қаласа. Ал, атты құлатыңдар. Тез бауыздап жіберіңдер де, терісін өртеп, етін мына Шілмәмбеттің үйінің артындағы сайға апарып тығып тастаңдар. 5 ағаштағы үйшеп, онан арғысын өзім білем. Бол жылдам!» Қызыл жебені аяқтарынан арқанмен шалып, 4 адам бірден тартқан кезде, есім тұлпар жерге аспан құлағандай, аспандағы ай құлағандай гүрс ете қалды. Қанша дүлей болса да, қанша құлақ кестік құл болса да, Мақаштың кеудесінен бір аяныш оты жылт етіп, қызыл жебені бауыздарға келгенде қолы қалтырап, «Шыннан қиямыз ба?» деп жан-жағына қарады. Қайдан келгені белгісіз болыстың Қалдыбегі ербиіп, шырғанақ арасынан шыға келді де, одан сыйып аңғыл күліп: «Өлә, қызыл жебені сойғалы жатыр», деп қолын шапалақтады. Ұрысса баласының елірмесі ұстап қалатын білетін болыс: «Қалдаш, айналайын, бара ғой, үйге бара ғой», деп алдап-сулап аушылын шығарып салды. «Ешкімге айтпа, білдің бе, Қалдаш? Бұл қызыл жебе емес, бордақыланған ақсақ торы ат қой өзіміздің. Ертең үйге қаладан үлкен кісілер келеді, соған ертелеп дайындалып жатқанымыз ғой». Жол жөнекей баласын басына сипап: «Иә, көте», десе, ол қызыл жебе ғой», деп соқталдай болса да, бала қалпында қалған неме шынын айтып келеді. «Қой оттам, қайда қызыл жебе?» Есі шығып, еңсесі басылып отырған Мақашқа болыс қайта келіп: «Әй шірік, әнеу күні көкпарда сені масқара етіп кеткен осы емес пе еді? Неменеге емешегің ежей қалды? Бол», деді. Саймасай бұлай болар деп ойламаған. Ойда жоқта бетіне шапшыған қанды абайсызда алақанмен сыпырып қалып еді. Қолына қара қошқыл жылымық жылбысқы жабысып, баттасып шыға келді. Айнаға шағылысқан алақаннан түрлі-түрлі сәулелер жылтырап, жымыңдасқандай болды. Саймасай қатты сескеніп, тұла бойы дір ете қалды. Бұл кезде есін жиған Рысқұл қиғаштап жатып, мына завалдай сұм жағдайды көріп: «Болыс, қан шеңгелдеп қалдың ба?» «Тұра тұр, ол зілдей салмақты, ауыр қан. Текке кетпес», деді. Қаталдық пен осалдық қатар жүреді. Өзінің қаталдығын ар алдында ақтауға осал адам өте шебер. Саймасай мына сұмдықтан ақталудың, өзіне күнә жолатпаудың себебі деп, қызыл жебенің осы ауылдан шыққанын желеу қылады. Тұқымбайға талай сөз салғанын,
Болыс басымен тілегі орындалмай сағы сынғанын бетке тұтады. Әлгіде сестеніп, апырай бұл қалай деп қалса да, қайдадан қарғыс қайратына мініп алып, қатайып кетті. Қолын қалың теңге жапыраққа сүрте салып, жалшыларының біріне, «Әй, су әкел, көргенсіз» деп зекіді. Қанды қолды бетіне баттасып, теберси қатып үлгірген қара қолдақты су тазартқан. Бірақ бір былғаныш сезімді көңілінен тазарта алмады. Қанша қасамдап жуса да, әлгі бәле беті қолында әлгі жұғып тұрғандай әзірейіл әсерден арылу жоқ. Жылқы баласының сұлтаны қызыл жебенің терісі сыпырылып, түнгі салқынмен буы бұрқыраған еді жайрап қалды. Етінен жылт еткен май көрінбеді. Кілең қара кесек тарамыстау қызылды байқаған болыстың басына тағы бір сұмдық ой сап ете түсті. Бұл ойдан ол тіпті бүкіл уайым, сезіктену сияқты сезімдерден құлан таза жазылып, жадырап шыға келді. Осы бір қаһар қысқан айлы түннен бір күн бұрын Софийск станциясының Талғар қаласы бір мұжығы болысқа арыз айта келіп еді. Көлікке жегіп жүретін бір ат ұрланыпты. Соны табуға көмектесіңіз мырза дейді. Болыс орыстың мұжығын: «Оттама, бізде сенің көтерем атыңды ұрлайтын ешкім жоқ. Қазақ жылқы алса, ісіне татитындай етіп молынан алады, және алыстан алады, ауылдасына тимейді» деп шығарып салған. Шабармандар жан-жаққа шашады. Болыс Боржық Таубайды приставқа жіберді. Бір жігітін Талғардағы аты жоғалған мұжыққа жұмсады. Мақаш пен тағы бір нөкері қызыл жебенің етін Рысқұл үйінің артындағы сайға апарып, жалбызбен көміп тастауға кетті. Рысқұл қол аяғы байлаулы тұтқында жатыр. Есебі-ақ, пристав пен мұжықты Рысқұлдың ұрлығының үстінен түсіреді. Пристав байлаулы тұтқынды Алматыға айдап жөнеледі. Қызыл жебе жоғалды деп Тұқымбай ауылы дүрлігіп жатқанда, мұжықтың атының дабырасымен Саймасай ауылы қызыл жебенің сезігінен сақтанбақ. Есебі-ақ, Тұқымбай бісміллә деп Саймасайдан сезіктенеді. Салып ұрып болысқа жетеді. Осылай болсеке, алдыраған Албырт анасының қойнынан ашады. Бұл сенің адамдарыңнан келген тажал. Рысқұл деген баутеспең бар. Оның қолынан бәрі келеді. Жүйрігімді соған алдырдың, тауып бер дейді. Ал болыс айтады: «Есің дұрыс па, байқұс? Рысқұл түрмеде жатыр. Абақтыдағы адам қайдан сенің атыңды ұрлайды?» О байқұс бұл күнде тышқан аулайтын болған. Бір орыстың көтерем лақасын аламын деп азабын тартып жатыр дейді. Тұқымбай: «Апырай, сонда қалай? Әнеу күнгі аста сонау Қарақолдың қыздары қатты тұтқанып еді. Солардан болды ма бұл сұмдық?» «Әй, сырттан ала алмайды-ау. Сыр білетін біреу бар деп қамшысын таянып жұдырығымен жер тоқпақтайды. Саймасай: «Сыр білетін аулыңда өзіңнен көр» деп тер дейді. Саймасай есебі-ақ. Тау-Шілмәмбеттің үркердей ғана аз ауылына бұлтсыз күн күркіреп, найзағай шартылдап жай түскендей болды да қалды. Бұрында айлы түндегі арық қояндай қорқақтап, дуайпат өгей шешенің қолыма қараған жетім баладай жаутаңдауық болған. Сәлік сарының ендігі күні мүлде мүшкіл. Еркек кіндік Ахат қарттың үйіне жиналған. «Ау ағайын, бізде қай құдайдың қарғысы дейді бұл? Не өз туған жерімізге сыймаймыз, не кісі еліне сыймаймыз. Не жаздық бұл құдайға? Ортамыздағы бір бүлікке бола бәріміз қырыламыз ба? Айтсаңдаршы, бір бәтуа келейік те» деп дегбірсіз Омар алалы көзі ақшиып, аптығын баса алмай екіленді. «Өзің не айтасың?» Ахат жалбыраған қастан көзі көрінбей төмен қарап отыр. «Мен айтсам, турасын айтам. Қашанғы тілімді шуда жіппен байлап қоям. Бәленің бәрі Рысқұлдан. Бізді бүлдірген Рысқұл деп ұлықтарға айтайық та, Дауылбайдан жаздық жаңылдық деп кешірім сұрап туған топыраққа қайтайық». «Әй, шірік Омар, о бастан-ақ осал едің. Оңбаған істің бәрі осалдан шығады» деп Шыныбек шарт сынды. «О маңқа ит, мен осал болғанды сен пысық болып не бітірдің?» деп Омар одыраңдады. «Жә, болды» деп жекіді Ахат. Енді өзіміз ырылдасқанымыз жетпеп еді. «Тек түге,
Одан да анау абақтыда жатқан арысымызды қалай құтқарамыз, соны айтыңдар. Соған жиналып отырған жоқпыз ба? Қорған, сен не дейсің? Мен Рысқұлдың жемтік жемейтінін білемін. Орыстың атын ол алған жоқ. Мұның түбі шикі. Самайына мұртына ақ кіре бастаса да, қызыл шырайлы сұлу жүзінен әлі де сол сонау Сабириктің бейкүнә шырайы таймаған Қорған. Өсіп не айтады? Деді ахан басын салбыратып омырауына салған қалып. Өсіптің аппақ басы қалтаңдады. Қолының да дегбірі кетті. Ызғырық жел маза бермеген күзгі жапырақтай тынымсыз қалтырайды. Біздің бас не көрмеген бас, қайда қурап қаларын бір құдай өзі біледі. Туған бауыр арыстандай азаматымызды жалғыз тастап елге қайтқанда не береке табамыз? Әне, бұл елге бір жөн айтсаң, жүндей түтіп жүдеп кетеді деп, Омар тағы алқына бастады. Үйірінен лаққан саяқ оңбайды. Туған елден кетіп тентірегелі міне 25 жыл болды. Талғарда туған балаларымыздың сақал мұрты шықты. Құдай-ау, ата-бабамыздың жұртына жуи алмай, жынды көберек құсап, бұл саймасайдың ит арқасындай бір тілім жерден жылжи алмай қашанғы қорлық көреміз? Көбіміздің төрімізден көріміз жуық. Жат жерде сүйегіміз шірісе, елдегі әруақ азаланбай ма? Бүкіл сәлік, шырман бет, шымырдың сүйегіне таңбай түспей ме? Не деген сұмдық бұл? Елге барып, жаңылдық, жаздық десек, адасқанның айыбы жоқ. Қайтып, үйірін тапқан соң демей ме? Қарақойынға қайта барып, бір тоқымдай жерге егін салып, түскен тарының талқанына қақалып өлсем, арманым жоқ. Басқан не қылсаң оқыл, мен өзім көшуге бел байладым. Тәуекел. Омар демігіп барып әрең тоқтады. Мүлгіп отырған қарт жай ғана оң қолын көтерді. Мүлгіп емес-ау, ежелгі ескі моладай мүжіліп отыр. Шырағым Омар, сен қазір үні бөтен өзгеше бір сөз айтып кеттің. Даусы сүйектен тұрған адамдай әлсіз. Адамның баласы, Алланың добы, қай сайда қаларын болжап білген ешкім жоқ. Дәм тұз тартса, Алла жаса, әруақ қолдаса, елге де барамыз. Бірақ сондағы ел Рысқұлды құрбанды қашалып, Дауылбайдың көңілін тауып, ақыры жағынып, жалбарынып қайттыңдар ма демей ме? Бәріміздің көкірегімізде мәңгі бақи лағынет күдігі қалмай ма? Еті тірі ер ғой Рысқұл. Осыдан аман есен босанып шыққанда, тіпәй деп бәрімізде түкірмей ме? Және оның осы жолы кінәлі екеніне менің күмәнім қатты. Мұнда бір найза бойламас бір сұмдық сыр жатыр, мен білсем. Күні кеше біздің ауылға болыс неге келді? Рысқұлмен неге жеке сөйлесті? Арандатып, әдейі ор қазып соған омақата құлатқан жоқ па? Мұның сұрқиялығы Дауылбайдан да асып тұр, мен білсем. Әуелі істің ақ-қарасын ажыраталық, содан соң ұлығына дейін арызданып, алдына баралық. Тым болмаса, артынан бір іздеп бармасақ, адам болғанымыз, ағайын туған болғанымыз қане? Ұлық бізді күтіп, жемешек ел жеп отыр, деп Омар күңк етті. Бұрынғыдай айырылмайды. Жүні жығылып жуасыған. Бірақ қушық шекесі тырысып, тұржиған қалып қалды. Ұлыққа не деп, не бетімізбен барамыз? Ойламайсыңдар ма бұлай ақылға сал? Орыстың атының еді біздің ауылда табылған рас па? Рас. Рысқұл болмаса, осы отырғандардың біреуіміз. Оттама, деді Шыныбек шыдай алмай. Рысқұл кедей орыстың лақса жылқысын ұрламайды. Мұнда бір бәле бар. Ахаң дұрыс айтады. Болыс неге келді? Рысқұлмен неге жеке сөйлесті? Мен білсем, Құдай біледі. Болыс оны баяғыдағыдай тағы да бір қатерге басын тікті. Рысқұл көнбеді. Соған істеп отырған қысастығы бұл. Тақаттың басы кеудесін салбырай бастады. Кеше-кешке Рысқұлдың атқа мініп, бейуақыт суыт жүріп кеткенін өзі ғана байқаған. Ол кетіс тегін емес, бірақ орыстың атын алуда не мақсат? Не де болса өзімен тілдесу керек. Алматы барып, өзімен жылуға рұқсат алу керек. Ол осы ойын мына отырған інілеріне айтпақ болып, басын көтере бергенде есіктің алдынан балалардың айқай шуы шықты. Байбаламдап жүрген Молдабектің оразбағы екен. Астында шыбық аты бар. Шаңдатып шапқылап Тұрарды ұстамақ болып екіленіп жүр. Жанында бір топ бала және бар. Ұста, қызыл жебені ұста деп айқайлады. Қызыл жебені соямыз,
Қайыр бері алдынан шық, соямыз қыз жебені. Үйдегілер елең етсе де, бала шаға ғой деп, қайтадан Ахаттың аузына қарап еді. Қарт дәм деместен, есіктен көз алмастан, жалбыр қасы түксеңкіреп, түріп, бұзылып қарап қалған екен. Тұқымбайдың қызыл жебесі сойылған. Сен де қызыл жебесің, сені де соямыз деп, Оразбақ Тұрарды астына бүктеп алыпты. Тек ай, жүгірмек, жағың қарысқыр, деп, босаға жақта отырған Молдабек есіктен басын шығарып баласына айқайлады. Шақыр жібер Оразбақты, Ахат Молдабекке. Шақыра ғой. Молдабек ентігіп, таңқы танауы желпілдеп тұрған Оразбақты білегінен қатты ұстап үйге алып келді. Ассалаумағалейкум деп дауысын қатты шығарды Оразбақ. Үлкендерге сәлемдесіп керек деп үйреткен тәртіпті ұмытпай. О, айналайын, таудай жігіт бол. Өстіп сәлемдесіп жүр ылғи, деп Ахат баланың көңілін көтеріп қойды. Оразбақ таңқы танауын таңқ еткізіп тартып қалды. Әкесі жеңнен сілкіді. Оразбақ, қызыл жебені соямызын қалай? Қайдан естің бұл сөзді деп сұрады Ахат абайлап. Анау болыстың Қалдыбек деген баласы айтты ғой, бағана біз Солдатсай жаққа бүлдірген тере барғанда. Біз қызыл жебені түнде сойып алдық деді. Өтірік десеңіз өзіңнен сұраңыз. Тұрар болса мен қызыл жебемін деп мақтанады ғой. Мақтаншақ өзі. Қызыл жебе болсаң соямыз дегенім рас. Ойнап әншейін айтқаным ғой. Әйтпесе шындап соймамыз ғой. Үлкендер үрпиісіп бір-біріне қарады. Оразбақ, айналайын. Болыстың ол баласы байқұс есі ауысқандау ғой. Жай сандырақтап жүрде, сен енді қызыл жебені соямыз деп айқайлаушы болма. Мақұл ма, айналайын? Мақұл ата, айтпайым. Тұрарды да қуаламайым. Ол өзі жылап жүр, көтесін абақтыға қамап тастапты ғой деп саңқылдады бейуайым Оразбақ. Бара ғой, айналайын. Тұрарға тимеңдер, деді Ахат ауыр күрсініп. Үлкендер ұрсама деп қорқыңқырап келген бала бұлайша оңай құтылғанына қуанып, үйден ата кеп жөнелді. Отырғандар қатты ойда қалды. Қызыл жебе ұрланыпты деген хабар бұларға да жеткен. Ал енді жылқының төресі сойылды деген сұмдық суық сөз. Рас па, сандырақ па? Бұрынғы салмақ аз болғандай, иыққа тағы бір үзіліп қара тас құлады. Омыраулап, одыраңдап отыратын Омардың өзі еңсесі түсіп кетті. Саймасайдың сарсаңына Тұқымбайдың тозағы қосылмаса несі деген соғыр уайым миларын шағып, шекелерін солқылдатып отырған тәрізді. Енді бұлар Рысқұл орыстың жылқысын алды деген жалаға да тоба қылғандай. Ал егер қызыл жебенің бәлесі жоқса қайтеміз деген уайым үрейге ұласып бара жатқандай. Жаратқан Алла, жар бола көр. Ахат қисық есіктен қиғаш көрінген далаға жасаураған қызыл жиек көзін қадап, далада жарығы ырсиған телімен сынып қалған жартыкеш келсап жатыр екен. Қарасу ішсек те қайғысыз қыл жаратқан Ахат қолымен жер тіреп орнынан көтеріле берді. Мәжіліс жабылды. Сұрай-сұрай Меккені де табады дейді. Сол айтпақшы Ахат пен Молдабек сұрай-сұрай Алматының абақтысында тапты. Басқаны білмесе де жұрт түрмені біледі екен. Әуелі Ахат пен Молдабек базарға барды. Ал базар не сұрасаң да табылатын жер. Тұрардың қаланы базарды тұңғыш көруі еді. Молдабектің артынан мінгескен бала жалтақтап жан-жағына қарай берді. Түрме дегеннің не екенін білмейтін сәби абақты осы екен деп, қалың жұрттың арасынан өзінің көшесін іздейді. Тау-тау болып үйіліп жатқан асқабақ, қауын қарбыз, қап-қап бидай, арба-арба пішен, жағылай толы алма, алқоры, алмұрт, ағаш аяқ қораз кәмпит. Тәттіні көргенде бала әкесінде бір сәт ұмытып, қызыл қораз кәмпитте аңсары ауды. Молдабек тәтесіне айтайын десе батпайды. Молдабек өзі біліп алып бермес. Артында жәрбейіп мінгесіп отырған баланың кішкентай кеудесінде не армандар жатқанынан тәтесі бейхабар. Ол үшін Тұрар әзір мұрынбоқ көп баланың бір ғана. Жалбырақ қас көзін жауып тұрса да, әр нәрсені Ахат қарт аңғарғыр. Аттың үстінде тұрып, қойнына қолын сұғып, іш қалтасынан ескірген қоқан әмиянын алып, кәмпит сатушы дүнгенге. Әй шүшіт, ана тәттінің 10 шақтысын берші деді. Ақсақал, мен мұсылманмын, неге шүшіт дейсіз? Сатушы дүнген кәмпиттерді қағазға орап жатып. Ал мұсылман болсаң, бізде жөн сілтеп жібер. Рысқұл жатқан абақты қайда? Қалай барамыз, деді Ахат, енді түсін жылтып. Оның ойынша қалада Рысқұлды білмейтін адам жоқ сияқты.
Және Рысқұлдың түрмеде жатқаны бүкіл әлемде әйгілі сияқты. Көзінің алды күлкілеген қара дөнген, күннің ыстығында үстіне мақтал шапан, басына тозығы жеткен сеңсең бөрік киген жалбыр қасқартқа таңырқай қарап, Рысқұлыңызды қайдам, ал түрме Тәшкен көшесінде деп, қолмен терістік тұсты нұсқап жөн сілтеп жіберді. Базардан бұлай шыға бере, Ахат қоржынға қол созып, ораулы қағаздан бір қызыл қораз кәмпитті алып, Тұрарға ұсынды. Баланың Ахат атасына деген ризалық сезімі сөзден емес, көзден көрінгені сонша қарттың шыдай алмай: «Мә қызықтақ, бәрінен сен олжалы болдың» деп, тағы бір кәмпит берді. Түрменің биік дуалмен қоршалған дәу дарбазасының алдында бұлар сәсте түстен бесін ауғанға дейін тұрсын. Қарауыл ішке кіргізбейді. «Айда, начальникке бар, рұқсат қағаз ал» дейді. Начальниктің қайда екенін қайуана қазақ білмейді. Ақыры бір қияқ мұртты жас тілмаш қазақ мың болғыр бастықтан тірдей рұқсат қағаз алып беріп, ішке Ахат пен Тұрар енді де Молдабек аттарды қарауылдап сыртта қалды. Тұрар ойлаған: көкем мына дуал қорғанның ішінде жүрген шығар деп. Сөйтсек, қорғанның ішінде тағыда үйлер, тағыда мылтық асынған қарауылдар бар екен. Жағалап жүріп, бір үйдің есігінің алдына тоқтады-ау. Есіктің алдында тағы қарауыл, жақындатпайды. Рысқұлды бері шығармады. Қарауыл тек темірмен қаптаған есіктің алақандай тесігінің қақпағын көтеріп: «Жылқайдаров, бер жақында, саған кісілер келіп тұр» деді. Тесіктен Рысқұлдың бір көзі ғана сығылады. Кірпік қақпайтын суық көз жалт еткенде Тұрар шыдай алмай: «Көке!» деп айқайлап жіберді. Суық көз жылиын деді. Күлімсірегендей болды. «Көке, мен ғой, Тұрармын ғой, Ахат атам келді, Молдабек тәтем сыртта қалды» деп шырылдады бала. «Көке, мә!» деп Тұрар алқанына жабысып қалған кәмпитті тесіктен сұға бергенде, бұлардан көз жазбай тұрған қарауыл «Нельзя» деп зекіп тастады. Баланың қолындағы қызыл қораз кәмпит екенін көрген соң «Ладно» деп рахым танытты. «Өзің жей ғой, Тұрар», әтеуіні үздік-үздік шығып. «Беу шіркін перзент-ай, өзінің өзегінен шыққан қайран бала» деп Ахат ежеді. Өз баласы жоқ екені есіне түсіп қамығып та қалды. «Ой ақмақ, көкең тәтті жеуші ме еді? Міне, ауқат алып келдік қой, оған ауылдан» деп қоржынды көрсетті. Қоржындағы құрт, май, пісірген ет сияқты тағамдарды қотарып қарауылға берді. Ел деп келген сәлем сауқатты тұтқынға қарауыл тапсырады. Тәртіп солай. Тамақтың арасында пышақ, егеу жасырып салып жіберген жоқ па деп тексереді. Ахат арық қолын көлегелеп тесікке үңіліп: «Уа Рысқұл, қайдасың қарағым? Дені қарның сау ма? Тамақтан тарыққан жоқсың ба?» деп құлағының мүкісі бар адамның әдетімен тіл қатты. «Аз үй Шілмәмбетшілдің боғындай тоздық қой. Қалған құтқан жалғыз жарым малды старшын түтін салыққа деп сыпырып әкетті. Қыс болса жақын. Не істейміз? Нендей әрекет қыламыз? Сен қашан босанып шығасың, шырағым?» Ар жақтан Рысқұл айқайлап тұр. Ахат оның бір сөзін естіп, бір сөзін естімейді. «Метрейге хат жазыңдар» деді Рысқұл дауыстап. «Рысқұл жазықсыз түрмеде отыр деңдер». «А?» дейді Ахат түсінбей. «Ол қай Метрей? Қайдағы Метрей? Былтыр мені ілестіріп, талғардың басына шыққан ұлы орыс ше? Ұмытып қалдың ба? Петерборда тұрады. Хатты қайда жазу керек екенін айтып маған бір қағаз беріп еді» деп тесіктен шиыршықталған қағаз ұсынды. «Қалтамда жүріп тозып қалыпты, жазуы өшпеген сияқты. Хат жазыңдар. Ол өзгелерде емес, қайырымды орыс. Біздің Оязға бір ауыз хат жолдаса, мені босатады. Құдай біледі. Қайдам қарағым, болыстың тілмашы болмаса, біздің тұқымда Петерборға хат жазатын кім бар? Тілмашқа жанып көреміз. Омар туысқаның елге көшеміз деп күнде лаң шығарады. Қайтеміз? Көшпесек болыс қырына бізді қатты алды. Өзің кеткелі ауылдың үстінен күнде ат ойнақтатады. Қартайған ағаңның түрі мынау. Менде бүгінде ақыл ес қалмады. Елге жетіп, ата-бабаның қонысында сүйегім қалса, екі дүниеде арманым болмас еді. Көшейік десек, сенің үйіңді жұртта қалай жалғыз қалдырамыз? Ойым ойран, ақылым айран. Әй, бабай, болды. Все деп, қарауыл Ахат пен Тұрарды тесіктен ығыстырып жіберді. Бар Рысқұл, айтсаңшы, не істейміз? Метрейге хат жазыңдар. Қарауыл Ахат пен Тұрарды қақпадан шығарып жіберді. Бала қақпадан шықпай тырысып тұрып, алақандай тесікке қайта-қайта қарады. «Ну, чертенок, айда пошел» деді. Қарауыл оны
мылтықтың дүммен нұқып. «Көте!» деп шырылдады Тұрар. Сонда ол енді бірер айдан кейін дәл осы түрмеде көкесімен бірге бір камерада айлар бойы отырарын сезген жоқ. Алда не күтіп тұрғанын бала қайдан білсін?